Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге снекерс торттың рецептімен бөлісемін. Дәмі өте керемет және осындай биік болып, жұп-жұмсақ болып шығады. Өте сәтті рецепт, осы рецептпен жасап көріңіздер. Бұл тортты жасап көрсеңіз, бірден ғашық боласыз. Дәмі өте ерекше болып шығады және де өте қарапайым әдісімен жасайтын боламыз. Осы видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Ең алдымен жұмыртқамыздың ақуызы мен сарыуызын ажырататын боламыз. Менде қазір 5 жұмыртқа қолданып жатырмын. Егер де сіздің жұмыртқаларыңыз өте майда болатын болса, 6-7 жұмыртқаға дейін қолданасыздар. Міндетті түрде біздің ақуыз салып жатқан ыдысымыз өте құрғақ әрі таза болу қажет. Егер де түсіп кеткен жағдайда қолыңызбен немесе қасықпен жай ғана алып тастайсыздар. Ендігі кезекте біз қантымызды 2 ыдысқа теңдей қылып салатын боламыз. Менде ол жері видеоға түспей қалған. Сарыуызымызды бөлек жерге алып қойып, осы ақуызды жақсылап миксердің көмегімен шайқайтын боламыз. Миксеріміздің ең жай жылдамдығынан бастап, әрбір минут сайын осылай жылдамдықты көтеріп отырамыз. Дәл видеодағыдай қоюланғанша араластыратын боламыз. Шамамен 10 минуттай ғана араластырасыздар. Осындай өзінің формасын ұстап тұратындай, ыдысыңызды төңкерген кезде ешқандай да ағып кетпейтін ақуыз пайда болу қажет. Сарыуызды да дәл осылай миксермен миксерлеп алатын боламыз. Шамамен 2-3 минуттай миксерлесеңіз жеткілікті. Сарыуызымыздың ішіндегі қанты кішкене еруі қажет. Сонан кейін үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да миксермен жақсылап бір араластырып алатын боламыз. Дәл осы видеоның астына описание бөліміне толық құрамын жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарай аласыздар. Ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып алатын боламыз. Құрметті менің көрерменім, менің каналымда өте оңай жасалатын және де табада пісетін торттардың рецепттері өте көп. Дәл осы видеоның астына ссылкасын қалдыратын боламын. Ұныңыз бен қопсытқышыңызды жақсылап осылай қасықтың көмегімен араластырып алғаннан кейін міндетті түрде осылай ситоның көмегімен салатын боламыз. Ұныңызды өткізіп болғаннан кейін бірден сол ұнның үстіне какаоңызды да ситодан өткізіп саласыз. Ең соңында үстіне сүтімізді құямыз. Міндетті түрде сүтіміз жылы немесе ыстық температурада болу қажет. Сүтіңіз міндетті түрде салқын болмауы тиіс. Миксердің көмегімен жақсылап осылай барлығын араластырып аламыз. Бізде қоспамыз өте қою болып шығады. Сондықтан да миксердің өте жай жылдамдығымен араластырыңыздар. Ешқандай да түйіршік қалмағанша, біркелкі масса болғанша дәл осы видеодағыдай қою қоймалжың масса болады. Біз қазір осы массаның үстіне жаңағы ең бірінші жасаған ақуызымызды жартысын салатын боламыз. Және де миксердің өте жай жылдамдығымен араластыратын боламыз. Ақуызымызды салғаннан кейін миксердің өте жай жылдамдығымен араластырасыздар. Себебі көтеріліп тұрған массамыз басылып қалмауы қажет. Осылай екіге бөліп араластырып алатын боласыздар. Байқасаңыздар, ақуызды салғаннан кейін біздің қоспамыз сұйықтанып, түсі де өзгеретін болады. Дәл осы видеодағыдай ешқандай түйіршік қалмағанша әдемі қылып араластырып алатын боламыз. Мінекей біздің қоспамыз дайын болды. Ендігі кезекте біз формамызға құйып пісіріп алатын боламыз. Алдын ала пешіңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Дәл қазір форма менде 20 сантиметрлік, сіздер 22-ге де пісірсеңіздер болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 30-35 минутқа осы корждарымызды пісіріп алатын боламыз. Мінекей менде корждарым пісті, беті осылай әдемі болып, пышный болып көтеріп шығады. Пышақ пен жиегін осылай алып, барлық формадан босататын боламыз. Қараңыздар, өте жұп-жұмсақ және де сондай пышный болып шыққан. Міндетті түрде толықтай суығанын күтеміз. Суығаннан кейін барып, пышақтың көмегімен осылай 3 бөлікке бөлетін боламыз. Томпайып тұрған беткі бөлігін алып тастаймыз. Корждарыңызды ыстықтай кезде кесуге болмайды мүлде. Мына жерде мен беткі бөлігін алып тастадым және де осылай 3 бөлікке бөліп шықтым. Ортасы толықтай піскен, қараңыздар, өте жұп-жұмсақ біркелкі болып шыққан. Ең соңында кремін дайындайтын боламыз. Сливкиімізді осы құрғақ таза ыдысымызға құйып, миксердің көмегімен ең өте жай жылдамдықта әрбір минут сайын жылдамдықты көтеріп отыратын боламыз. Міндетті түрде сіздің сливкиіңіз өте салқын және тіпті ыдысыңызда сап-салқын болу қажет. Сливкиіңізді шайқамас бұрын 15 минут ыдысыңызды холодильникке қойып алсаңыз болғаны. Осылай өз формасын ұстағанша әдемілеп миксерлеп алатын боламыз.
Дәл видеодағыдай біркелкі массалы крем шығуы қажет. Бұл кремге сгущенка қоссаңыздар да болады, бірақ мен бұлай сгущенка қосқан жоқпын, себебі кремнің өзі тәп-тәтті болып шығады. Барлығы дайын болғаннан кейін ең соңында тортымызды жинаймыз. Карамельдің орнына мен осындай кәдімгі вареный сгущенка қолданатын боламын, және де бізге 100 граммдай арахис қажет болады. Коржығымызды орналастырып, кремді осылай жағып шығатын боламыз. Менде бары қазір осындай насадка болғандықтан осымен жасаймын. Бұл коржықтарға ешқандай да пропитка қолданудың қажеті жоқ, себебі өздері өте жұмсақ болып шығады. Кремдерімізді лопатканың көмегімен әдемілеп тегістеп шыққаннан кейін осылай арахисті саламыз. Негізі ол өз қалауларыңызша, бірақ осылай жасасаңыздар өте ерекше нағыз сникерс торт болып шығады. Айтқанымдай, карамельдің орнына мен вареный сгущенканы қолданамын, бірақ та сіздің вареный сгущенкаңыз сапасы жақсы болуы міндетті. Вареный сгущенкаңызды салып болғаннан кейін міндетті түрде үстіне осылай кремді жағып жіберетін боламыз. Сол кезде біздің коржықтарымызға өте жақсы сіңетін болады. Екінші коржығымызды да орналастырып, бір-бірдей қылып орналастырамыз, және де тегістеп үстіне кремін жағамыз. Тортымыздың екінші қабатына мен кәдімгі сникерс шоколадын турап салдым. Негізі олай жасамасаңыздар да болады, бірақ та осылай жасауға кеңес беремін. Өте дәмді, нағыз сникерс торты болып шығады. Егер де сізде тағы да вареный сгущенка қалса, осылай тағы да екінші қабатқа салып шықсаңыздар да болады. Міндетті түрде вареный сгущенкадан кейін қалған кремімізді осылай әр жеріне жұқалап жағып шығатын боламыз. Құрметті менің көрерменім, егер де менің видеом ұнаса, жасап жатқан сникерс тортым сіздің ойыңыздан шықса, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сникерс торттың ең соңғы коржығын салып, қалған карамельді осылай бетіне жағып шығатын боламыз. Бұл тортта ешқандай да артық құрамы қалмайды, барлығы дәл есептелінген. Осылай қалған кремімізді, қалған вареный сгущенкамызды бетіне жағып, жақсылап тегістейтін боламыз. Міндетті түрде жиегінде тегістеуді ұмытпаңыздар, және де холодильникке 1 сағатқа қойып қоятын боламыз. Енді шоколадты ганашты дайындаймыз. Осылай 100 грамм шоколадын мен Қазақстан шоколадын қолданамын. Ылғида және де Рахат фирмасын қолдануға кеңес беремін. Осылай бөліп салып аламыз, және де бөлме температурасындағы сары майды және арахисті дайындап алатын боламыз. Ең алдымен осы бөлінген шоколадтың үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды немесе маргаринімізді салып, су моншасына осылай дәл видеодағыдай ертіп аламыз. Және де үстіне арахисті салып, жақсылап араластырамыз. Шамалы 5 минуттай суығанын күтеміз. Ыстық күйінде кремнің үстіне құюға болмайды. Менде торт 1 сағаттан астам уақыт тұрды. Креміміз осылай қатуы қажет. Үстіне енді ганашымызды құятын боламыз. Ең алдымен беткі бөлігіне осы шоколадты ганашымызды барлық жеріне жағып шығамыз, және де жиегіне де жағуды ұмытпаңыздар. Осымен біздің сникерс тортымыз дайын болды. Холодильникке 2 сағатқа қойып қолдана берсеңіздер болады. Менің видеом сіздерге ұнады деген сенімдемін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Өз пікіріңізді қалдырып, лайк басып қойыңыз. Сіздермен болған Гүлсая ас болсын.